жарық жорық ететін жұлдыздың жарығымен алау сезімге толы қандаймын. Көштің басы білікті болса тиязбайды дейік. Бүгінде осы Қыпшақ елінің ынтымағымен бірлігін ұял теректе үйітіп ұстап отырған Банянбай келімізбен анамыз ортаға шықты. Қош келдіңіздер деп бір қошемет қойсаңыздар жарасады дегенсіз. Дастаны ғой. Сондықтан мен айтамын, ардақтарымызды той басының мемлекетінде өзін ақтамын шығармаған. Сондықтан құлама айтқан өзі шығармаған өзін керіп сауал кестірген. Мен енді оған ризамын. Көке батаңызды беріп жіберіңіз. Батаңызды дастархан ашып алыңыз. Бата беріп жіберіңіз, көке. Жақындырақ қайшы, жақындырақ қысарсан. Сондай болсын. Апа. Тойшы қауым бүгін Ақтөбенің қатыны жарылады. Біздің шөбереміздің тұсаукесері болады. Тойдан тойға жетелеріңіздер, жақсылап отырыс жасаңыздар. Бектасын немерен шөбереміздің ауы беріп болсын, үлкен азамат болсын, дені сау болсын, соның баламен келдім, солардың қызын көріп, ортасында шалып жүре берсін. Той құтты болсын, тойға келген қауымдар, мына күшті қылып, жақсылап, көңілді отырып, жақсылап қарсылайық. Құтты болсын тойлар. Бір сөзімен жоғымды да бар қылған. Аппараттарымызды көрген едіміз. Бұнда себеп бектасының сәулесері құтты болсын. Үлкен азамат болсын. Ертең баласы болсын. Мен баласы дейірек, атасының әжесінің атын шығарсын. Қатынасы үнсі бересін. Сол бақытты болсын, дені сау болсын дейміз. Айым тәйдай күнім, алғанымнан өзіңді алғаш қолым. Құрметті құдашалар, ағай туысқандар, бүгін біз үлкен бекіреген той жасап жатырмыз. Баланың бір жасқа келгені, бұл жасқа келгені деп сол тойды біз жасап жатырмыз. Той құтты болсын, той барлығымызға жүрісті болсын.
рахмет. Шуақ төктің оңым менен солыма, табаныңа кетпесін тас батып, жүрегімді төсеп берем жолыңа. Сен айымсың, сен жұлдызым, сен гүлім, ертеңімді сенен көрем мен бүгін. Әр қадамың орындалған арманым, арманым, келші, 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 келші. Ал, шыңыздар екеуміз. Мына бекті қыздың биологический мамасы мен папасы мына екісі. Маған сіздерге шапалақ ұрмайсыздар ма? Рахмет. Шыңыздың артынан ерген кім қанша ағайын? Үшеуі, екінші шыңым. Камера. Келесімен айтып жүре бересің бе? Ал? Жүре берейін мен. Кішкентайы? Мына екінші жігіт. Үшеу еді ғой, екеуің не жүр болу. Жүре бересің, ладно, еще страшно. Мына қысты іздесіп па? Қосып алыңыздар, бәрі. Кет мен жаққа тұрып, бұны тап, молодец. Бұлай былай, Шыңғысхан, сен папа шақырғайшы. Жігіттер мен қыздарды мен бөліп ортаға шақырып көреміз кімнің абыройы мықты деп бірінші жігіттер болып өзіміз шынайық папа жүріңіздер ана жерден тәмен ва деп қарсы шақырамын ғой ортаға папа би бар ма били ма үйде били ма папа билесе папа бір айналып келу керек билеп жарай ма Шыңғыс сосын сен күшті болып қасында группа поддержки болып папамен бірге ал қадірменді ағайын қазақ елінің атпалдай азаматтары біздің қыпшақ елінің батырлары бүгінгі дүбірлетіп той жасап жатқан Ғафур әкеміз бен Бектастың әкесі ортаға Шыңғысханды яғни жігіт келді қазірмен! Құрсын билесеңші не? Неға тұтып атсың оларға өздерің зор отырыңыздар дубль папа сіздің бейіңізге риза болып бірақ армайын өзі сосын былай мына жақтан бастап оң жақтан айналып ең көңілді отқан столға той иелерінің атынан бірден 3 палат береміз ана жерде дайындап қойыңыздар жарай ма ал дубль 2 ортада жігіттер көрдіңіз бе папалар ұрған шапалақты? Бәрекелді. Ал, қыздарды көрейік қазір. Папа қақта, сіз жаңа ортаға еткенде не деген білесіз ба? Ғафур барып отқан шапалақ па дейді, көресің деп. Бәрі орнынан тұрады дейді, шапалақты ұрады дейді. Бір-екі адам бар, столға шығып, стакан тарелканың бәрі сынып тастайды, за все отвечает Ғафур дейді, дұрыс па? Сондықтан да аямай билесеңіздер, бұл той ғой, не бол? Ал, біздің жігіттердің құдай болған жандары, Қыпшақ елінің қызғалдақтары, бүгінгі тойымыздың гүлдері ортада қосты! Сіз бір нәрсе асып жүрсіз ба? Бір жаға өлгенмей атып артыңыздан. Аспай билесеңші құрсын? Ой, лашақшы бұлай. Қайтқан дұрыстап, халықтың бәрі тұрып қараңыздар, аспаңыздар, уайымдамаңыздар, ешнәрсе уайымдамаңыздар, қолдан ұстамаңыз болмай ойласа. Ал, дубль 2 ортада қыздар! Кеттік ортада! бір жағынан қазір өте экранға назарды бұрсаңыздар бір адам деген ойын шығады. Сол шыққан кезде кім өзін таниды, сол адам ортаға келеді, приз алады, болды. Тым қинамаймыз ешкімді бар ғой. Анау бүйт,
әнеме биле жүгір секір ачимайды жоқ. Ал назарды экранға бұрайық. Алғашқы бір адам қызыл көйлек киіп келген бір адам ортаға келіп тексереді. Қызыл көйлек апа кел. Апа кел. Апа, жаным апам қош келдіңіз. Шейін алыңыз. Күте тұрамыз. Жоқ жіберіп түйіп қалмаса ма? Судайдан десек. Апа келдіңіз. Жаным апа, қош келдіңіз апа. Не вовремя у тебя? Ал, бәрекелді. Апа, нормально ма? Таныс болайық. Есіміңіз? Кім болып келесіз? Құдағи, әулеттің генералы ма? Қызметіңізден алдыңыздар ма? Ей, қалай оғандыңыз ба? Мына кісі қатысы бар ма? Қай жағынан бұлам осы? Сіздерді танымайсыз ба? Жеңгеңіздің жеңгесі. Мен жолда кетіп тұрсың. Сіздің жеңгесі сол қасен тойға? Маркет, қош келдіңіз апа. Той құтты болсын. Бүгін әдемі болып, әдемі ма көйлегі қызыл ма? Не шапалақ ұрмайсыз? Шапалақ қойыңыздар. Дәл осындай қызыл көйлек киіп келген үшін апа ешқандай қинамаймыз. Отырып, беймарал шай ішіп, маркет. Қошеметтеп қойып, алғашқы сексепат. Ең алыстан келген бір қонаққа қатты көйлекші кім бар? Алыстың шымен алыстан. Басқа қаладан келген қонақтар, алыстан келген кім бар? Келіңіз, апа кел ортаға, кел. Қош келдіңіз, сәже. Есіміңіз? Жабыс қандай демесіз бе сіз, Ей, жаным апа. Әліміңіз қойып, әлімет жақын. Мен қай жүрдім ғой? Қыз алғанбыз ғой. Маған беріп қойып түшесің. Бәрекелді. Кім болып келеміз? Мен жиен. Жиен. Ой, бәрекелді. Жиеннің назауыр дейді. Нағашылардың тойына келген жиендерге бір қошеметтеп қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Алыстан келген қонақ дедік. Қай жақтан келдіңіз? Астанадан? Ей, бәрекелді. Біздің қазағымыздың елордасы қадірменді ағайын. Біздің президентіміз отырған Тоқаевтың отқан жері қадірменді ағайын. Қошеметтеп қояйық. Елордасы Астанадан кеттік қонау. Астанада алыс кім бар? Кім? Апа кесін ешбірді. Билік кәдімге. Есіміңіз кім? Қайдан келесіз? Астанадан? Мен Астанадан алыстан деп сұрап едім. Жоқ, тұра беріңіз. Ешбір сұрашы, нормально, ешкім байқаған жоқ. Астанадан әріректен кім келді? Бар ма басқа қала? Анау, север жақтар бар ма? Өскемен, Семей. Қызылорда? Қызылорда Астанадан жақын-ау негізі. 1170 километр. Мен келдім кеше. Алыс бола ма? Кім Қызылордадан келді? Ой, бала көрсіздер осы? Бір представитель келсін. Кім? Кек сол. Ана жерге қайта барыңыз, қайтеп шығысқан беріңізші, сен тоңып қалатын болдың, ана жерде тұрып бар ғой кәдімгідей. Апалар шығып солар билеп салып тұршы, қайтеп қайтеп дубль ба, қайта шығыс билеп қарсы аламын дейді өзі, арнайлап сізді. Қызылордадан келген қонақтар не үшін қарсы алмасқа деп. Ал, қайтеп келе беріңіз, кеттік, жіберіңіз. Видео күшті кәдімгі виза оған. Өзіміз. Бірақ тренпі кемей жатыр просто. Бұлар жастар қой енді. Жастар сізге билеп үйреніп қалған. Келіңіз, сәте. Ей, жаным, съема. Бүйтіп қалмайды ғой. Ой, апа, не қосып маған? Ей, съема қоспаңыз. Есіміңіз кім, апа? Қайдан келдіңіз? Қызылордадан. Бәрекелді. Қай жерден? Тасбөгет шаһарынан. Ей, бәрекелді. Біздің Бәрекелді, қош келдіңіз, сәте. Есіміңіз? Меруерт ханым. Кім болып келеміз? Достан. Бәрекелді. Сағатымыз бар? Қанша саусақ?
Екеу, төртеу? Қалай ол ма? Төртеу былай болады екен ғой. Екеу деген қалай? Екеу деген былай, екеуін де көрейік та. Не ол өзімізді, той. Қадірменді ағайын, сіздердің құрметтеріңізге біздің Меруерт ханым бүгінгі тойды доказан шоколадам деп жатыр. Ал, кеттік. Есіңіздер ма? Сені үкінің дауысы шығарған не? Болдан үкінің бәрі мен жауапты дұрыс емеді деп ойлайсыздар ма? Беріңіздер береді, ысқырды ғой, ысқырғаны бола ма? Қабылдаймыз ба? Қошеметін қойылған. Төртеуміз екеуміз красовкеге шығады, төртеу шықпай жатыр жолда. Келді, келесі. Сондай адам бейбекші. Бағана ол жақтан қой кеткендерің бар. Ағасыма келіп. Бұл кісілер үшеуімді қойымен бейді де қойып кеткен ғой примерно. Бар ма ондай примерно? Бәрекелді, ағасы соңғын. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Кім болып келесіз? Коллектив достар. Бәрекелді. Қанша жыл іштіңіз негізі? 17 жыл болды ма қойыңызға уже? Не себепті қойып кеттіңіз? Анаңыздың бір ауыз сөзі әрине бір жақсылыққа апаратын нәрсе емес, қазақтың ұлттық асы емес. Бірақ сонда да мынау той демеді көңілсіз сыйлаймыз ғой. Бірақ сонда да өзінің, орыстар айтады ғой жаңағы. Неге өтеді қандай неміше? Қойдыратын нәрсе. Сила воли дейді ғой. Соны жеңіп, кәдімгідей ішімдікті қойған ағамызға бір қошеметтен қойыңыздар кәдімгідей. Оңай емес ол. Ішкеніңізде прям үйtішке жоқсыз ба? Жиындарда? Қанша бакалашка ішіп жүрдіңіз? Бутылка неше өзің? Қоп беріңіздер, ағама сесияпат берейін. Аға, тойғы қосып, жұмысты басып, сіздерге бәрекелді. Тойға тойларың оң болсын, құтты болсын, әрдайым жақсы күндерің көп болсын. Бекдас баламыз бауы берік болып болсын, саулығында жүйрік болып болсын. Дені сау болып алдыңызда, ісі көбейіп жүре берсін. Денсаулығы мықты болсын, сендердің аңызда аман болсын, сендерді соларға ата әже бір жақсы бар. Естерінен кетпейтіндей ата әже болыңдар. Ал құдағи, балаңның сау құтты болсын, жүйрік болсын, ниетінесе тілек бәрі алдынан шықсын. Қыдырата жолдан сұрап әрдайым қолдап жүрсін. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Ұл қыз бағып жарқырап еді, той думаным халқыма көріп. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына беріп. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына беріп. Bittin taşlar, bittin başlar. Sen bittin zatlar, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это? Ал, тойға құтты болсын, ортада Алихан бір шапалауын шалып деп қойыңыздар. Сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдап үшін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол,
мен үшін болып кеткен туған бауыр досым. Мынаны көрсетсеңіздерші символ осында. Құрманғазы ағамыздың өзі келді ма? Құрманғазы ағам келді ма? Құрманғазы аға келсеңізші. Осы ма? Ваш друг, да? Аға келсеңізші бе? Қуаныш құтты болсын. Ала достарыңыздың кім сіздердің, иә? Бәрекелді. Аға кісілер мен алла састамасы тұр. Қазақ тұрмасына. Қайсысы? Шықты ма Александр? Бұл дәдесі. Бопты, енді былай. Мына кісілерге стимул болсын деп, оң дегенді жібермей көп тұр. Бола ма? Мына кісілердің жөнінде жеңген адам бар. Бәрекелді. Қошеметтеп қояйық, біздің Құрманғазы ағамыздың атынан осы ойынға арнайылап 20 000 теңге ақша. Қошеметтеп қойыңыздар. Қанады? 30. Рөбе, 30 екен бұны, ренжімеңіздер, байқамай қалып. Жарайды, 30 ол теңіз менің бағайтады? 30 000 теңгеге. Қарау деңіздерші. Дядя Александр, как имя вот это синей футболки, который сидит в плаще? Берік аға? Берік аға? Асауат. Берік қазақ оқысы. Мен ағылшын сөйлеп отырмын оған деп. Енді былай. Берік аға. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Аға сізді бар ғой, сол столдың атаманы қып тағайындап жатырмыз. Асауат. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Аға кісілердің бәріне қарап шоколадпен отырады қосып жүрші бір болмайды. Неше суды отырамыз? Қандай сөйлемесеңіз болды. Көмегіңіз сол болсын болды. Жоқ болды, нормально. Енді ойынның шартын түсіндірейін. Сіздің 30 000 теңгеңіз кімге барады? Естеуіміз керек, тек қана бір орында тұрып, бір ғана сөз өлең айтамыз. Оны жоқ тыңдасаңызшы бірінші. Жазира деген күшті әнді білесіздер ғой? Басымыз болады, Жазира. Соны қосамыз. Ең кімнің секунды ұзақ болады, сол адам 20 000 теңге ақша алады. Вы поняли? Вот так секундомер стоит, короче. Жазира, надо тянуть максимально. Отсюда, вот как раз у вас нормально. Отсюда забирайте. Кімнің аты? Әйелдің аты Жазира ма? Барма Жазира бар ма? Анасыз? Жазира ханым қайда? Қош келдіңіздер, Жазира деді. Қазір сіздің атыңызды айтып күштік сізге ән арнайын деп жатыр күйеуіңіз. Мұқият тыңдаймыз, жарай ма? Қарап тұрыңыздар, шуламаңыздар. Ортада қызық ойын болсын, бірінші орынға 20 000 теңге той, біздің Құрманғазы ағамыздың атынан. Мына жақтан бастайық. Есіміңіз? Болғынай, алғарай шабаңыз. Қазір аласыздар. Жазира деп бастағанда секундомер басталады. Ең ұзақ максималды шығару керек. Ішіңізде жын, алау, жиналып қойған, бала-шаға, күнделікті декреті бар, басқасы бар, бәрін жинап, осы кезде айтып шығаратын возможно. Мына жастардан неге шығармаймыз бір адам? Жастардан бір адам шығарайық та, роднойлар қайықта? Шығыстан роднойсыңдар ма сендер? Неғабытсызды тойып отқан білесіздер ма? Кім бар? Активный такой. Кім? Қайсы? Суси? Родной, жүрші. Әдеміз. Красавчик. Түсіндің ба, сен де қазір есесің. Бірінші қолдың қанын басыласын, секундомер бәріміз бірге жаттап отырайық. Мен қазір шатасып қалатсам, айтасың, келіңіз ортаға. Дайынсыз ба, Жазира дейсің, секундомер қосып береміз. 1, 2, 3, кет. Жазира. Бәрекелді. 12 секунд қошеметтеп қояйық. Нормально ма? Қызарып кеттіңіз. Давление көтеріп кеткен жоқ па? Нормально ма? Радон, жүр. Есімің кім? Кім болып келесің? Шыңхан кластасы досы. Жастарды ойынға қатысып жатырмыз, арнайылап. Сіздерді құрметтеріңізге Шыңғысханның командасы жіберейік. Жазира. Қосып қолма де? Шетсің көмді, бар ма мықтылауы? Тебе шейіз көзіп жел, шейгесің ба? Өкпені жинау өреді ғой? Ладно, еще тұрасың ба? Пойдемте. Нет, давайте вас наконец оставлю, да? Пока оставьте, хорошо. Жүріңіз, Құдажан, есіміңіз? Жібек ханым. Құдалар ортада. 1, 2, 3. Жазира.
қабылыңыз болсын. Құдаларға тағы бір шанс бергенбіз десеңші бе қарай. Ана іш бар ғой, қарынды бүйтіп жинап алыңыздар. Ұрсаңызшы айдай білем. Ау, би болады қазір аспасаңыздаршы, құрсын бараға түсірсе. Келіңіз аға, біздің әулеттің. Ал, әрмен қарай жолдастырайық. Есіміңіз? Абзал. Кім шулап атқан? Абзал ағамыз жалғастырайын жатыр. 1, 2, 3 кетті. Жазира есіміңіз? Гаухар ханым. Құдалардың намысын қорғайын деп жатыр ортада. Гаухар ханым. Тәтім Александр. 1, 2, 3 кеттік. Жазира Бірдей келе жатсыздар. 20 секунд. Нормально. Дядя Александр, пойдемте. Когда домой приходите, Жазиры нету дома. Надо ее искать. Вот телефона нету, разрядился. Я вам уже тот. Свидетельство, Жазиру надо найти, короче. Во двор вышли или это через окно, да? Отсюда собирайте. Ал, біздің Құдай қаласа, тойымызға арнайлап берген Құрманғазы ағамыздың досы Александр ағамыз тыңдайық ал. Кеттік. 1, 2, 3. Жазира тәтем что-то, да? Айқайламай? Деген сияқты бәрекелді. Ойынға қатысқандарға бір қошемет деп қояйық. Жүріңіздер ортаға қарай. 2 чемпион. Естейміз, 20 мыңды бөліп бере салайын ба, әлде тағы жарысты жіберейін ба? Жарыс болғасын жеңімпаз болу керек, иә? Конечно, сондықтан да біз сәлем елесіміз жеңесіз ба? Ау! Екеуіне бөліп бересіз? Дұрысты солға негізі? Бөліп жармай? Қалғандан ят болған қазір қалып көп деген сияқты, болмаса ағамыздан ят болып. Ал, ендеше, общий шешім болсын аға. Не болды аға? Победитель керек. Победитель керек? Обязательно. До конца войны. Ал, бәрекелді, жүгіріп жарысатын болдық десең. Не ал дейді? Екеуі билеп жарысамыз деп жатыр. Ал, сіз кім болып келесіз аға? Досы бол. Біздің Гафур ағамыздың досы, Ручик, біздің Құлаша, дұрыс па? Екеуі жарысылап тұрып ортада 2 би қосылсын деп жатырмыз. Бірінші бір өздеріңізге икемдеріңізге қарай, екінші бір национальный би болады қазір ортада. Енді былай, ана жерде, майдаларда білсеңіздерші мына кісілерді отырғызайды, қарап тұрып қалмасын деп жатқаным ғой. Ойынға қатысқан біздің осы жерде қонақ меймандарымызға арнайлап той иелерінің сый-сияпаттарын табыстап алайық. Бірінші рахмет сіздерге. 12 секундқа қазір мынау сізге. 12 секундқа дәулеулендірші. Бұл кісілер күшті айтты негізі бар ғой. Берсеңіздерші жақсылауынан. Не бар? Қазір сушты сатын берші. Ой, бәрекелді. Мынау сізге, Құдай қаласа, той болсын. Александр аға қайда? Шақырып алды деймін Жазира тәтем. Ладно, ничего. Ал, енді жеңімпаздарды тағайындап жатырмыз. Ортада екеуіңіз жастар шешіп аласыз ба? Нормально ма? Аға, келіңіз ортаға қарай. Билік болады ма аға,
жалпы жатқан. Бәріміз бұндай болмасын сұрап алғадым ба деп осы ұят оқымаса. Біздің финалистерге бір қошемет деп қояйық. Сүйістер екеміз? Есершіп атсыздар? Есершіп атсыздар? Келіңіздер. Замандарыңызда бір жақсы тағына бей болсын деп жатырмыз, иә? Қазақша бейін көрдік қой примерно. Енді жақсылап тұрып, бір ностальгия бейін. Жібер! Ағасы бейге қасқансыз ба? Екеуілігі кәдімгі күшті отыр. Дауыс беріп жіберейік, сіздердің дауыстарыңыз шешеді қадірменді ағайын. Өйткені ақша болып жатыр бұл жерде қанша дегенмен. Құлаша қалай? Ағам қалай? Құлаша қалай ма қызым? Коррупция. Қайтан сұрай? Құлаша! Сіз біліп өтсіз ба? Құдаша! 1-0. Нормально. Аға? Құдаша. Достар батуша? Все, болды. Көп шашып өтпесін өйсіз. Бәрекелді. Енді әрине біз қазақ халқы құдаларды сыйлаған халықпыз ғой. Сондықтан да ағам да еш қарсы емес әрине. Сондықтан да ешкімді бөліп жармаймыз дегенмен де енді жарыс болғасын жеңімпаз болады. Сондықтан да бүгінгі қуанышымызға арнайылап, біздің Ғафур ағамыздың досына бір қошемет деп қойыңыздар. Мына Құдай қаласа, немерелер көп болсын деген ниетпен сізге осы сый-сияпат берейік. Және де ойынымыздың чемпионы Құдашаға қошемет деп қояйық. Келіңіз, Құдаша. Жеңсе жетем деген ой болды ма негізі? Иә, мен ойды ойнап постоянно бірінші орын алдым. Постоянно бірінші орын. Күшті, сізбен қосқанда 6 адам шықты ғой. Ұтылып қалған неудачникке не деп айтасыз? Бәрекелді. Мынау енді Ақмелов Құрманғазы ағамыздың атынан бүгінгі бүлдіршініміздің тойына деп тіккен ақшалай сый-сияпаты 20 000 теңге біздің табын елі. Құдалар құтты болсын жеңіс сізге. Құтты болсын. Енді назар торта қарай ешкім шуламасыншы. Кімнің елі аламыз жазышы ау? Енді бұлай ойынның шарты оңай. Енді той болғасын біз қазақтың тойы қалай бесіз өтеді дейміз да мысалға. Билейміз қазір. Апа билегенде би жақсы емес. Просто қазір лед экранға қарайсыздар. Билеп атасыздар да тоқтап қалады ғой. Сол кезде тұяқтан сурет шығады. Дәл сол позған қайталаймыз. Болды, дым қиын емес. Кім онша істемейді, бірден қайта жібереміз, жарай ма? Сосын главный призға Ғафур көкем қайда? Бабау! Ол кісілерді бүйтіп бір бейтсең болды ғой, таппай қаласың ғой кәдімгі. Мама шығарыңыздаршы хотя бы, әсем тәте. Айтқанда конверт істе ғой. Мына кісілерге бір нәрсе айтайық та? Не айтамыз? Бірінші орынға біздің атымыздан қанша? 30 000 теңге. Ал керек болса. Нормально ма? Достойно ма? Шабал орсаңыздар 30 000 теңге. Бір адамның той анасы мысалға күтіп бара жатыр. Кете берсін, зато сіздерге жұмыс болсын дейміз, жарай ма? Енді бәріміз былай қарай жүріңіздер. Bir қатарға әдемі болып тұрып алайық. Бір-бірімізге бешат етпей деп атқаным ғой. Жүріңіздер. Тез. Утренний құсап, әйелдеріңізді қолдарыңызға ұстаңыздар. Қолдарынан белдеріне ұстаңыздар. Бел таппасаңыздар, бұрын бел болған жерді ұстасаңыздар да болады. Болды. Дәл осылай тұрыңыздар, ортаға қараңыздар. Бәріміз бірге әдемі болып билейміз. Музыка тоқтағанда аға.
сурет шығады, сол суретте қандай поза тұр, әйелдеріңізбен соны қайталайсыздар, болды. Еш қиыншылығы жоқ. Ал кеттік, жібер алғашқы биік. Билейміз. Тамаша, әдемі, бәрекелді. Елге аға қошемет деп қойыңыздар, ағам отыра береді ау ата. Ең соңынан бір тағы уже отырыңыздар. Сөзіңіз сүмеді қошы бар ғой. Отырғаныңыздар. Ал енді жібер келесің, жалғастырайық. Позаға қайталайық, сіз қараңыздар. Белден ұстаңыздар да, қалшылықтай бұралып белден ұстап, артқа жатырсыздар. Мұна пара вообще аға, тоқсыздар ғой. Мұна аға молодец. Өйде, сақалып бар, аға бар, нәрді бар, мына жақта бар. Екеуің молодец ен. Жасанып бар, кәдімгі. Қане. Амаша, қошеметтеп қояйық. Мәссаған. Мына кісілердің бәрі биге қалысқан сияқты кәдімгі гипке ғой, біз ауып тұрып. Жібер, кетіп жалғастырайық. Сразу шығарып жіберемін. Давайте. Жігіт отырады, артқа қарайды, Абзал аға молодец. Аға, артқа қарап отырасыз. Артқа қарап. Аға, артқа қарасаңшы, қазір жылы не орында. Ней, сындырасыздар. Аға, красавчик. Бәрі, красавчик. Қошеметтеп қойыңыздар, бірақ жастар сіздерді отырғызайын. Саған не болды, отаған не арман жүрсің? Мұнша емес пана бола? Басқасы шығарып берейін ба? Не olsun? Сонда өзі? Кел, родной, қақта? Көмек кел. Ренжіме. Мынау көмек қана тез бір подарок әкеп берші, қарай. Тез әкеп бер, жоқсы болса. Екеуіне де бер, бір. Керек емес нелер бере сал. Ал, жібер келесі. Сразу екі барат шығарып жіберем, істемегендерді. Білмеймін ішінесі, істеңіздер. What? Нормально? Көзесені? Нормально? Ойна? Молодец. Болды, қошеметтеп қояйық. Оңай емес. Бірақ та. Аға, отырыңыздар. Ұят болып тұр. Іс жоқ қой мына ішінен. Көзіне не сау аяқтарыңыздар. Ол сіздер отыра беріңіздер. Сосын? Жоқ, нормально, бір ғана бағана шығарды. Кеттік. Жалғастырайық, келеміз, жібер. Көрдіңіздер ғой? Әйелдер ауылдың ортасына қарай кіріңіздер, алға қарай. Ауылдың арасына кіріңіздер, аяқ. Ой, тамаша. Мынау вообще топ бар ғой, мына. Сіздер екеуіңіз тұра бересіздер ма? Ешбір балар бер, ағамызбен жақсыларынан бер, соны бер, сосын астына нені бер. Астына берсең, бер жағында тұр ғой, розовый алып берсең, бер қарай, әкеліп. Ардайлап аға,
өздеріңізге той қуаныш құтты болсын. Я мына жақтың гипсті қатты болады, қатты бер. Кәде, шешем. Шеше? Не саған, кәдімгі келіңіздер. Бері сен шалсын бер. Мына жақтан енді ағайынның көріп қазір айтады, мыналарды дұрыс емес деп бері жақтаңыздар. Осы жерде билейміз енді. Кеттік, жібер. Ал қараймыз. Ал керек болса. Көтеріңіздер ал, әйелді көтеріңіздер. Көтеріңіздер, кім көтермейді, сразу ұшырама. Көтереміз, красавчик. Тамаша. Давай, намысты қолдан берме. Қошеметтеп қояйықшы, мына 4 пара. Әдемі. Шотам, жібермей жатыр ма? Әкел, ағама берсей, ағама бер. Ана аққудың біреуін бер. Ертең суға түсіп естеп. Аға? Ал барсы. Немелерге суға түсіп ете құдай қаласа. Той жұмыс болсын. Маған келіңіздер. Неше пара қалды? 4 ма? 1-2-3. Келіңіздер. Қошеметтеп қояйық, 4 пара. Өте керемет. Келіңіздер, бер қарай келіңіздер деймін. Мына жаққа бір қатарға болды. Ойын бітті. Басқасы болады енді. Ойбай, 30 мың теңге алу болмай деп тұрсыздар ма? Шығарамыз ба қазір 30 мың теңге өзері. Аға келіңіздер. Ау! Не ол біздерге? Бере салай ма? Ал, енді былай қарай. Параларыңызбен бірге тұрыңыздар, әдемі. Енді жеке заданиемен билейміз, жарай ма? Ана жақта экранда би шығады, бірінші қарап аламыз. Соны дәл солай қайталап береді. Кімдікі ең қатты ұқсап, ең қатты қайталайды, сол кісіге 30 мың теңге той иелерінің атынан бірінші орын. Келіңіздер аға, бірінші ортаға қарай шығыңыздар. Кім болып келесіздер? Құдалар. Жаңалықтар ма? Біздің табындар ма? Құдаларға қошеметтеп қояйық. Бірінші экраннан қарап аламыз, биді, сосын дәл солай қайталауымыз керек. Жібер, кеттік. Қазақпыз ғой біз, менің өзім түсінбейміз бұл. Аяқты бейне бересіздер ға, ең соңғы күйеуі жер, сальто істеп жүрсеңіз болды. Жеңес аға, отвечаю. Ал, құдаларға қошемет, ортада құдалардың биі, жібер. Әйеліңізбен біраз болға келіп. Келіп тұрсаңыздар шарасына жүріңіздер, келіңіздер, тамаша. Жалғастырайық. Келіңіздер, әулеттің генералдары. Біздің байырғы құдаларымыз. Бүгінгі қуанышымыздың төрінде ақ тілегін арнады, енді өнергеде. Әрине біз құр емеспіз деп, ортаға байырғы құдалардың намысын қорғап келген. Бірінші тамашалайық, жібер. Қате сіз бірінші. Аға? Ағау? Көрдіңіз ба? Алар бар ішінде, бір-екілік аяқ қылай-қылай. Сөйтіп, қарап тұрып қайталасаңыздар болады. Құдаларға қошеметтеп қояйық, жібер! Кеттік!
басталды менің ойымша негізі. Бәрекелді аға, кәдімгідей күшті әлі. Ал, Әбеке, тұрыңыз. Бұл ағамның бийлеген өзі келешегімен бірге кәдімгідей легенда болып тұр. Ал, тамашалайық, біздің Ғафур ағамыздың достарының намысын қорғап шыққан біздің ағамыз бен жеңгеміз. Жібер. Бәрекелді, көзіңізді баға. Ағам жүрді? Сіз аламаңыз, сіз бірақ істеуіңіз керек. Егер де жеңу керек болса, әрине. Ал, достарға қошемет ете қояйық. Жібер, кет. Бағана бірінші дастарханның ойынына шыққан кезде ағамды ойлаған бұқшы сақалы бармын дегенсің сөйтсе дым қатып шөккен ғой. Әдемінің сүйген болмаса ғой. Красавчик аға, ризамын. Тамаша. Міне, той болғасын до конца осылайдан қатысу керек негізі бәрекелді. Ал, келіңіздер, соңғы түйе. Жүк ауыр деп қазақ бекер айтпайды. Ең әкемізді, ең қиыны сіздерге енді ал. Сіздер кім болып келесіздер? Достар, бәрекелді. Ал, достардың намысын қорғап келген ағамыз бен жеңгеміз тамашалайық. Жібер. Еш қиын жол жоқ. Аяғында тек тұтыраса, ең соңынан аяқты билеушіңіз болды. Қазір бұл жерде басталып сіз билеуіңіз керек еді. Келіңіздер, бұға қарай келіп бері қарай. Ау, билең аға! Ал, жібер еттің! Оңайын сіздерге берген негізі бар ғой, соны күтіп, бірақ соңында да жақсы ағадар маңда келіңіздер. Ал, дауыс берейік. Кім қайда? Қате? Қайда қойықтар? Мен қазір бейтін бұны беріп жақалысың. Не өлеп біттіз? Аяғы билеген кездеріңіз есіңізде тұста, билейсіздер ма? Шақ берей ма? Жеңдіңіздер? Не білесіңіз? Қалайсыздар жастар? Бағана бір нәрсе келісімен екеуміз. Соны сұраватыр ғой, қазір бейтіп бергім көрмей. Байқадық, осым, барған нәрсе шықпайтын сияқты ғой. Ал, қадірменді ағайын, дауыс берейік. Өнерді бағалайық. Былайша халық. Сондықтан да бүгінгі қуанышымызға деп той иелерінің атынан міне 30 мың теңге мен қолымда. Бірінші орында анықтаймыз. Ешкім сисяфатсыз қайтпайтыны анық, бірақ сонда да жарыс болғаннан кейін жеңімпаз болу керек. Ең бірінші болып біздің ортада алғара шығыңыздар. Құдалар қалай? Рахмет, тамаша. Одан кейін алғара шығайық. Байырғы құдалар қалай?
Енді білмеймін, енді өзімнің ойым ғой, бірақ сонда да өнердің шынымен ең мықтысы деп ойлаймын. Әрине біздің достар қалай? Және де енді адамның өзінің мына формасына қарай да екеуі болу керек, бірақ мен әдейі ең соңынан оңай қылып ағам мен жеңгемізге бергенбіз, бірақ негізі күшті билет деп ойлаймыз. Әрине ағамызбен де кәдеміз қалай? Негізі абсолютный чемпионды бәріміз біліп отырық іште, иә? Иә дейді барлығы. Аға, кім жейді сіздің ойыңызша? Достар, Абзал аға ма? Сіз шештіңіз негізі деп жүріп, жауыз берсек жермейді ойнамайды отырып. Қандай, сый-сияпаттарды алып келіңіз деп, сый-сияпаттарды алып келейік. Арнайлы бүгінгі қуанышқа, тойымызға қатысқан. Ана, аққуды берсей. Аққуды бер, аққуды. Мынаны ұстай тұр. Мына қоя салайық. Аққу, арнайлы біздің құдалар қауымы. Қошеметтеп қояйық, өздеріңізге. Той жұмысты болсын. Тағы мен бесей? Құдай-ай, өзің тортан ғой, бесей әдемілерінен жақсыларына. Мінекей, өздеріңізге той жұмысты болсын. Кәне, одан кейінгі біздің қуанышқа күшті болып қатысып, ағамыз бен жеңгемізге мына жақта ағамға күшті үйге барып құдай қаласа кішкентай бүлдіршіндеріңізді жазғы әлі далаға отырғызып қойып, суға түсіріп. Одан кейін тағы бір қайсысын береміз? Біраз соны алып жүр. Мына бүгінгі қуанышқа деп күшті әулеттің, осы әулеттің генералдары, сарсүйек құдалары біздің Абзал ағаға сәл-пәл жетпей қалды. Негізі бұл кісілерде достойный тұғын. Қошеметтеп қойыңыздар әулеттің генералдары. Той жұмысты болсын, құдай қаласа, тек қана шаңырақтарыңызда той болсын. Және де бүгінгі ойынымыздың абсолютный чемпиондары. Ортада достардың намысын қорғап шыққан Абзал аға мен жеңгемізге қошеметтеп қояйық. Той иелерінің атынан 30 мың теңге ақшалай айтқылары аласыз деп? Аузың дуалы қоймайын. Без бар намаз қоймайын де, сол үшін де сондай болып тұрды. Дұғада болған мен аға негізі. Құдай-ай, бәрінің көзінше қолыма бермей қалтама салмайсыз ба? Қалай салам енді қалтама? Той қуаныш құтты болсын, қадірменді ағайын. Мынау ағам енді құрметтеп беріп жатыр ғой. Менің өзім келісілерім бар, әрине, бірақ та бүгінгі құдай қаласа Бектастай бүлдіршіннің өмірінде үлкен азық емес бұл. Бірақ сонда да құдай қаласа ертең бір тәттілерін, смесін алсын, сосын жаңа памперсін алсын деп мамасына бергім келіп тұр, мынаны бар ғой. Мен ақшам бар адам емеспін, мынаны арайлым. Той құтты болсын мынау саған, құдай қаласа Бектастай Бұлайша бәрі жетіп жатыр ғой, керек емес тамада десең де өзің білесің деп қарақтайша. Той қуаныш құтты болсын, әрмен қарай тағы бір тәтті тілек болсын. Енді бүгінгі қуаныш, бүгінгі өмірден өткен досының әйелімін. Менің айтқым келетіні, бүгінгі той, ғафу кешір, сенің тойың емес. Мында үлкен кісілер бар, шөберелі болған үлкен кісілер, сіздердің тойларыңыз. Ұстаздар қауымын көріп, сондай бір жүрек қуанып жатыр. Қай-қайсыңызда ұстаздың алдына шықтыңыздар, айтыңыздаршы. Бұрын ән бар еді, тақпақ бар еді ғой мектепте. Естеріңізде ма? Қамда шахтерді қасиетін, ұстазың бар сенің қасиетін дегендей. Сондай-ақ, мінекей, қай-қайсыңызда мектептен шықты ғой, сондай мұнда тек қана әже емес, дәу әже емес, ұстаздар отыр, ең алдымен сол кісілермен қол шапалақтаңыздаршы. Қандай керемет осы аналарымыз аман болсын, әкемізден аттап кетпейміз, әкеміз аман болсын. Одан бөлек қыпшақтар елін мақтады демеңіздер. Мына жерде отырған тасбөгеттің бейбіт адамдарын жаман жақсы көремін. Өзім де бейбіт жетістіктен шығарған жандарым аман болыңдар. Қай-қайсыңызда барлығымыз жақсы көремін. Ал бірақ тойдың нағыз иесі Бектас қой. Жігіттің жақсысы нағашыдан дейді. Ана төрдегі Бектастың нағашылары аман болыңыздар. Егер Бектас жақсы болып, аты жер жаратын болса, сіздердің арқаларыңыз, сіздердің қандарыңыз аман болыңыздар. Және бұл жер жарым жаңа алған ертім күйеу бар емес пе, мен достарым бар өтікші, бар бірінші тата жеу тұрған жоқ. Бұл екеуі осыдан 4 жыл бұрын бар келін алып келген екеуі. Бұл екеуі уже ата мен әже. Менің бірінші немеремнің екеуі бар тұсауын кескен. Менің немеремнің
атасы мен әжесі, менің жолдасымның жоғын білдірмеген арқа сүйеулерім. Әзілім ғой әрине, кешіріңіздер, бірақ Гафура, сен дос болса сендер де ақ болсын, басын ием. Шын мәнінде айтарлықтай доссыңдар. Мен жаңа жігіттер айтқандай 48 жылдан бері дос емеспін. Әсем екеуміз бір мектепте оқыдық, бірақ енді параллель оқыдық. Гафур менің жолдасымның әріптесі болды. Атын ғана естіп жүрмін. Құрманғазының жақсы аты, жер жадыран болатын барлығы есіме. Айтқым келетіні, осындай жақсы жігіттерді тәрбиелеген, осындай жақсы жігіттердің жары бола білген, әсемдей, келіндей, әдемі әулеттің оның аналарының құрметіне бір қол соқсаңыздар. Қолдарыңыз құтты болсын, жақсылықтарыңыз жер жазсын, атадан озып туған ұл болсын бектастарыңыз. Олайды, осы бізде әдет бар, қызылорлалықтар. Анау сөз бар ғой, ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпек. Осыдан 4 жыл бұрын Гафур жақсы біледі. Менде осы Алматыда той жасаған кезімде білесің ғой, Еркебұлан Омаровты шақырып келген. Даже повар шақырып келген. Сол сияқты біз қызылордалықтардың әдемісі сондай бір-бірімізді тартып жүреміз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Бір ғана Қызылорда емессіз, барлығымызға жақсылық тілеймін. Аман жүріңіздер. Бектастың тойы барлығымызға құтты болсын. Шын жүрегімізбен бәріміз бірге тілектесіп болайық. Ой, бәрекелді. Сіздің тойыңызға Еркебұлан Омаров келді. Естідіңіздер ма? Ұлттық нақышта біздің Бектасқа деген дәумбасы мен дәумбасының аттан сый-сияпат бір қошеметтеп қояйық. Тойдағы ең үлкен адам мен ең кішкентай адамға шапан жауып жатыр, мысалға. Что? Той жосты болсын. Ой, бәрекелді. Ой, размер ровный екен. Что таңдамапсың? Түгел ма, болды ма? Аға, тілеген ма ағамыз? Бәрекелді. Күшті кәдімгі таппай қала беретін әлі ризамын ғой мен. Болды, ладно, өзіміз білеміз соны. Ал той баш құтты болсын. Тезірек дастархан баса жайғасайық. Алла разы болсын баршаларыңызға. Енді қадірменді ағайын, бүгінгі той иелері сіздер үшін де дәл осындай дүбірлетіп той жасап, әрине бүгінгі дәл осындай той баршаларыңыздың жанұяларыңызға жұмысы болсын деп біздің Гафур әкеміз бен Әсем анамыздың атынан ұсынылған Сұлтан мейрамханасының барша даяшы ұл қыздарының сүйемелдеуімен ортаға тойбастар сый-сияпаттарымызды қабыл алайық. Той құтты болсын ортада. Тойбастар! Салайық! Тойбастар келіп жатыр! Той құтты болсын, ине көмей. Әумин деп қолың шай. Дәуірі алға болдасын, еш жамандық болмасын, аман болсын отбасын. Дәулет қонып басына, дұшпанның аяқтан шалмасын, адам болсын ол қызым, ата-анасын сыйласын. Қыдыры болсын жолдасын, осы айтқан батамды, Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда бір бекет, әумин деп аруақтар қолға жүрсін. Әумин айтқан сесін. Ал қадірмен ағай, бүгінгі қуаныш баршаларыңыздың шаңырақтарыңызға жұмыстың ықыласын білдірсін. Қошемет, құрмет болсын, той иелері ортада. Ассалаумағалейкум, туысқандар, әкем достары, әкемнің ең жақын партнерлары, ұжымы, менің достарым. Келгендеріңізге рахмет, осылай басымыз қосыла берсін. Нағыз байлы бол, ақша емес, нағыз байлы бол туысқандар. Осы туыстарымызбен, осы достарымызбен, осы өмірде не тапсақ, не жесек те бөлісіп отыруымыз керек. Сол секілді осылай басымыз қосылып, бірімізбен бөлісіп жүре берейік. Бөлінгенді бөлі жейді дейді, сол үшін осылай
жыл сайын басымыз болсын, күн сайын басымыз болсын, елімізде осындай дастархан жайылсын. Ең жаман дастарханымыз осындай болсын. Келгендеріңізге рахмет. Өзім қуаныштымын осындай, әкем достары, әкемнің туыстары осындай жиналып, қандай тілектер, қандай билер келіп жатыр, достарыма, келіп жатқан өзім қайын жұртыма тоже. Келгендеріңізге рахмет. Ырзамын барлықтарыңызға. Осылай басымыз қосылып, әр жыл сайын жүре берейік. Жұбымыз барлығымыздың ажырамасын. Қош келдіңіздер барлық қонақтар. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға осындай тойды тілеймін. Келесі осы біздің достарымыз бізді шақырсын үйлену тойына, баласының тұсаукесер тойына. Көп рахмет уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Қош келдіңіздер. Тойшыға, Бектастың тойына, әрдайда алтын уақыттарыңызды бөліп, көңілдеріңізбен, сіздердің үйіңізде әрдайым осындай жақсылық болсын, той болсын. Бектастың туған құтты болсын, тұсаукесері құтты болсын. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Қаншама уақыттарыңызды бөліп, қаншама жолдан келіп жатқан, алыстан келіп жатқан кісілерге дұрыс рахмет бәріңізге. Әрдайым тек өмірімізде той болсын, жақсылық болсын. Рахмет сіздерге. Құрметті тойшыл қауым, сіздерге мың алғыс. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Сіздерге көп рахмет. Сапаттарыңызға әбден денсаулық тілеймін. Бейбітшілік тілеймін. Еліміз аман халқы болсын, тыныш болсын. Бектастың тұсаукесері құтты болсын. Артынан иелері көп болсын. Тоқтатпас, менен де асып кетсін. Ақылып айттыңыз ба? Микрофонға қайтарайын. Болды ма, түйін ма? Ал, бәрекелді. Ал енді той иелері жақсылап сіздерге дейін ыстық ықыласын білдірсін. Құрметті қонақтар, сіздерге көп рахмет. Емінемізбен Бектастың тойына келіп, қуанышпен бөлісіп жатсыздар. Алыстан келіп жатыр Қызылорда, Астана. Көп рахмет сізге ұзақ жолдан келіп, осындай уақыттарыңызды бөліп, Алла риза болсын, жолдарыңыз ашық болсын. Бектас немерем Бекте көріне берсін, атасы қойды ғой, сондай Бектас бол. Үлкейім Бекте көріне берсін. Ел басқарсын. Бүгін бәріңізге рахмет, күйеуге рахмет, Нұрсуға рахмет, қайныңа рахмет, Арайға рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Алла Тағала осы тілектің бәрін қабыл етсін. Көп рахмет сіздерге. Құрметті тойшы қауым, құдалар, достар, туыс бауырлар, қайын жұртым келеді, бажаларым келіп отыр, жымдастарым отыр, бәрі қалдарым отыр. Барлықтарыңызға да рахмет. Осы қуанышты бөлісіп келіп жатқандарыңызға. Той өздеріңізге де жұғысты болсын, бастарыңызға көрсін. Осындай тойға жете беріңіздер барлықтарыңызға. Арашында осындай тойда кездесейік. Барлықтарымызға аман болайық. Бүгінгі баламыздың тойын бөлісіп келіп отырса ғой бәріміз. Баламыз үш қадам басып жатыр. Жолы әрқашанда ақ болсын, Бектастың. Қайда жүрсе де жолы ашық болсын, ең басты денсаулығы мықты болсын.
үлкен кісілердің заманы болсын, әке шешеміз сол кісілердің арқасында өстіп береміз, шапып жүргеніміз. Мына жерде құдаларымыз келіп жатыр, ағаларым бар, Астанадан келіп жатыр қаншама кісілер. Рахмет. Қызылордадан келіп жатыр, достарым отыр, бәріне болса тоймен бөлісіп. 20 жыл жұмыс істеген өзіміз, жолдастарым, достар, дос бөліп жанатын кісі жоқ бұл жерде. Бәрі де жақын кісілер, ағайынбыз ғой, былай айтқанда. Бәрілеріңізге де мұнда бір рахмет. Той жұмыс болсын өзіңізге, құтты болсын. Енді асаба жігіттен мақсат, саған мұнда бір рахмет. Осы тойымызды жаңа өзің той бастаған кезде айтқансың. 50% өзіне байланысты, қалған 50% өздеріңізге байланысты. Біз өзіміздің 50%-імізді жақсы атқарған сияқтымыз, бірақ сен өзің 50%-ға емес 100%-ға атқардың. Рахмет, балашағыңызға қаттың. Саған да жұмыс болсын, тойдан тойға жете бер, кәсібін жемісін жеп жүре бер. Рахмет. Той иелеріне бір қошеметтеп қоямыз. Той иелері, қадірменді баршаларыңызға рахметін айтып жатыр ғой. Енді мына ақжарықпен жарық қылған, байқайып отырсыңдар. Мына ақжарықпен жарық қылған, дәмдаспен қарық қылған Сұлтан Мейрамханасының әкімшілігімен